Қайырлы күн, құрметті ата-аналар. Жыныстық тәрбие сабағының курсының 6-шы сабағын сіздермен бірге өтетін боламыз. Өткен сабағымызда естеріңізде болса, біз физикалық аура жайында сөйлескен болатынбыз, яғни 5-ші сабақта. Сол жерде жалпы 3 аура болу керек деп айтқан болатын. Бүгін соның қалған істермен қарастыратын боламыз. Физикалық аурада қысқаша бір есімізге түсіріп кететін болсақ, яғни баланың 45 сантиметріне жақындар кезде, сол шекараның ішіне кірер кезде баланың келісімін алу деген еді қысқаша сипаттаған кезде, яғни баланы құшақтар кезде, бетінен сүйер кезде, немесе денесіне қолымыз тигізер кезде оның келісімін алу, одан рұқсат сұрау деп айтқан болатынбыз, естеріңізде болса. Ал енді бүгін біз екінші аураны сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Бір қызығы, бізде көп жағдайда аура деген кезде осы тек қана физикалық аура ғана ескеріледі. Көбінесе жалпы аура түсінігі сөйлесілген кезде жеке шекара мәселесі қозғалған кезде осы физикалық тұрғыда ғана көбінесе қарастырылады. Ал негізінен қараған кезде бір адамның жалпы 3 аурасы бар. Сол аураға ешбір адам негізі рұқсатсыз кірмеу керек. Былайша айтқан кезде бірінші сол физикалық еді, екінші сол ментальды аура. Яғни ол ой өріс пікірге байланысты аура десек болады. Біріншісі физика, ол таза біздің сыртқы денемізге байланысты болса, мынау енді біздің ойымыз, пікіріміз деген секілді мәселелерге байланысты аура. Яғни адамның ой пікіріне құрметпен қарау деп қарастырсақ болады. Яғни әрбір адамның өзінің жеке бір субъективті ойы болуы мүмкін, субъективті көзқарасы, пікірі болуы мүмкін, белгілі бір деңгейде ұстанымдары болуы мүмкін. Егер ол ұстанымдар бізге сәйкес келмесе де, біз оны қолдамасақ та, құптамасақ та, бірақ олардың ол ұстанымдарына, пікірлеріне құрметпен қарау деп айтсақ болады. Бірінші анықтама ретінде осындай бір түсініктеме берсек болады. Екінші бір жағынан оны өзінің ой пікірін еркін айта алу деп те сипаттасақ болады. Яғни ментальдық аураның болуы, жалпы бұзылмауының көрсеткіші, ол өзінің ой пікірін, өзінің қалауын, өзінің ұстанымын еркін айта алуы, немесе өзіне ұнамаған нәрселерді еркін айтып білдіре алуы. Мысалы айтайық, автобуста, әсіресе Алматы секілді үлкен қалаларда тұратын кісілер бұны өте жақсы түсінеді деп ойлаймын. Әсіресе час пик деп аталатын таңғы кешкі уақыттарда байқасаңыздар, жаңағы автобустардың ішінде бүйтіп тығылысып, бір-бірімен жабысып тұрады ғой адамдар көп жағдайда. Немесе ол тығылысып тұру да шарт емес. Жалпы автобуста келе жатқан кезде бір адам сізді мысалы қатты итеріп, бір қуысқа тығып, немесе сіздің мазаңыз алатындай деңгейде, яғни сізге ұнамайтын әрекеттер жасап жатқан болса, осындай кезде өзіңіздің ой пікіріңізді айтып, өзіңізді қорғай алуыңыз бұл бір ментальды аура категориясына жатады. Яғни кішкене ары тұрасыз ба, мені қатты қысып жібердіңіз, мені қатты итеріп жібердіңіз, сіздің сумкаңыз менің мазамды алып тұр деген секілді, өзіңіздің былайша айтқан кезде ойыңызды айтып, өзіңізге ұнамай тұрған нәрсені айта алуыңыз, жеткізе алуыңыз, бұл деген осы сіздің ментальдық аураңыздың бұзылмағандығын көрсетеді. Ал ментальдық аурасы бұзылған кісілер көп жағдайда өзін өзі қорғай алмайды. Яғни осындай жағдайларда өзінің жаңағы пікірін айтып, өзіне ұнамайтын нәрсені дауыстап айта алмайды, өкінішке орай. Және де бір айта кететін жағдай, бұл жыныстық зорлық-зомбылықтардың белгілі бір бөлігі осындай автобус секілді жерлерде көп жағдайда орын алады. Яғни жаңағы әсіресе осылай бір-бірімен тығылысып тұрған жерлерде көп жағдайда кейбір кісілер осындай жыныстық зорлық-зомбылыққа баруы мүмкін. Яғни бұл именно бір жыныстық қатынас форматында болу шарт емес, жыныстық зорлықтың. Яғни жыныстық сипаттағы сізге ұнамайтын кез келген әрекетті бұны бір жыныстық зорлық деп қарастырсақ болады негізінен. Яғни автобуста сіз келе жатқан кезде сізге ұнамайтын кейбір әрекеттерді мысалы жасауы, бұл автоматты түрде зорлық-зомбылықтың категориясына кіреді. Яғни бұл автобустарда негізі өте жиі кездесетін жағдайлардың біреуі десек болады. Яғни осындай сізге ұнамайтын жағдайлар болған кезде өзіңіздің ойыңызды айта алуыңыз бұл өте маңызды. Немесе мысалы мектепте, университетте, мысалы балаларымыздың жағдайында қарастыратын болсақ, мұғалім тарапынан, тіпті мұғалім тарапынан болса да өзіне ұнамайтын сөз айтылған кезде, өзіне ұнамайтын әрекеттер жасалған кезде, яғни бұны айта алу, яғни өзін қорғай алуы.
сіздің бұл айтқан нәрсеңіз менің жеке шекарама кіру болып есептеледі. Бұл айтқан нәрсеңіз маған ұнаған жоқ деген секілді айтып бұны қорғай алу, бұл бір ментальдық аураның бар екенін көрсетеді. Бірақ өкінішімізге орай бізде көп жағдайда көбімізде бұл ментальдық аура жеткілікті деңгейде дамымаған, кішкентай кезімізде ересектер тарапынан өкінішке орай бұзылған. Сол себепті көбінесе жаңағы өзіміздің құқығымызды қорғау тұрғысынан болсын, немесе өзімізді қорғау тұрғысынан болсын, көбінесе біз бұл жерде кенжелейміз. Біздің әлсіздігіміз көбінесе байқалады. Бірақ біздің балаларымыз ертең өздерін қорғай алу үшін олардың осы ментальдық аурасына ерекше көңіл бөлу керек. Яғни ментальдық аурасына көңіл бөлу дегеніміз ол баланың ойына құрметпен қарау, яғни ойын, айтқан сөзін, айтқан пікірін сыйлау. Ол пікір сізге ұнамаса да, яғни оған құрметпен қарап сыйлай алу арқылы біз не істей аламыз? Ментальдық жаңағы аураны қалыптастыра аламыз. Енді кейбір кісілер бұл жаңағы өзін өзі қорғай алмау, өзінің дұрысын айта алмау деген нәрсені кейбір кезде әдеппен шатастырып жатады. Яғни бұл менің әдебім, бұл менің тәрбием, мен тәрбиелі болғаным үшін, әдепті болғаным үшін ол жерде үндемей қоя салдым. Ол жерде жаңағы еш нәрсе деген жоқпын. Былайша айтқан кезде өзімді қорғаған жоқпын, өзімді жаңағы жер қылып аяқтың астына таптауына рұқсат еттім деген секілді кейбір кісілер қарастырып жатады. Бірақ бұны шатастырмау керек. Әдеп деген бұл емес. Яғни саған ұнамайтын нәрсе істеліп жатқан кезде, саған бір зорлық жасалып жатқан кезде, яғни бұл бір физикалық болуы мүмкін, жыныстық болуы мүмкін, жасалып жатқан кезде өзіңізді өзіңіз қорғамауыңыз, үндемеуіңіз бұл әдеп емес, бұл керісінше жаңағы бір ментальдық аураңыздың болмағандығы, өзіңізге ұнамаса да оған көндігуіңіз болып есептеледі. Енді мен бұл әдеп деп айтқан кісілерге көбінесе мына нәрсені айтамын: егер сол нәрсе сізге істеліп жатқан кезде, сол сізге ұнамайтын сөз болуы мүмкін, немесе әрекет болуы мүмкін істеліп жатқан кезде, егер сіз оны шынымен де ешқандай бір несіз қабылдасаңыз, оған бір оны істеген адамға ешқандай бір ашу, ешқандай бір жеккөрініш, сіз оны қабылдасаңыз, онда мүмкін бұны әдеп форматында қарастыруға болар ма еді. Ал бірақ та шындығына келген кезде, ол әрекеттер жасалған кезде, ол сөздер айтылған кезде сіздің ішіңіз қайнап жатады. Негізінен ішіңіз қайнап жатады, оған ренжіп жатасыз, мүмкін іштей оны жеті атасына жеткізіп тұрып сөгіп жатасыз деген секілді. Бірақ оны дауыстап айтуға көбінесе біздің батылдығымыз жетпейді. Оны жаңағы бұл айтып жатқан нәрсең маған ұнамайды деп мысалы өзімізге тұрып беруге көбінесе батылдығымыз жетпейді. Енді өзіміз іштей қайнап, ол адамды іштей жек көріп, ол адамға іштей ашуланып жатқан кезде сырттай оны айта алмауымызды әдеп деп айтуымыз ол қаншалықты логикаға сай келеді. Оны әдеп деген бір жаңағы маска кигізіп, немесе әдеп деген бір шапанды кигізіп қоя салуымыз ол қаншалықты әдеп категориясына жатады, құрметті ата-аналар. Сондықтан да бұл жерде шатастырмау керек. Бұл деген көп жағдайда әдеп емес, өйткені сізге ұнамайтын әрекет деген нәрседен ақ ол нәрсенің сізге ұнамай тұрғаны және ол нәрсе істелінгенде бұл жаңағы сіздің белгілі бір деңгейде ашуыңызды тудырып жатқандығы ол белгілі. Сондықтан бұндай жағдайда сіздің үндемей қоя салуыңыз, өзіңізді қорғамауыңыз ол әдеп емес, ол сіздің қорғау қабілетіңіздің жоғалғандығы, сіздің ментальдық аураңыздың бұзылғандығының бір белгісі болып есептеледі. Ал енді жалпылама алған кезде өзіне ұнамайтын жаңағындай әрекеттер жасалып жатқан кезде өзін өзі қорғамау ол бірінші кезекте өзін өзі сыйламау болып табылады. Яғни адам өзін өзі сыйламағандықтан өзін сондай әрекетке не істейді, лайықты көреді. Өзіне сондай әрекет жасалуына рұқсат етеді, сондай әрекет жасалуын қалыпты деп қабылдайды. Бұл айналып келгенде адамның өзін өзі сыйламауы, өзін сондай бір жаман әрекеттерге лайық көруі, қадірсіз сезінуі, мен онсыз да бұған лайықпын ғой деген секілді ойлардың болуы, бұл негізінен өте қауіпті нәрсе. Сондықтан жаңағы әдеп немесе басқа нәрсемен өзімізді жұбатуға, өзімізді алдаусыратуға тырыспай-ақ қояйық. Керісінше бұл өзімізді қорғауға әрекетке көшуіміз керек. Яғни бізге ұнамайтын нәрсе болған кезде, бұл кейбір кезде танымайтын адамдар тарапынан болуы мүмкін, кейбір кезде өзіміз жақын араласатын жақындарымыз тарапынан болуы мүмкін, мысалы енеміз тарапынан, жұбайымыз тарапынан, тіпті кейбір кезде балаларымыздың кейбір әрекеттері мысалы бізге ұнамауы мүмкін, мысалы бізге зиян тигізетін кейбір әрекеттер жасауы мүмкін, мысалы кейбір кезде балалар келіп тарсылдатып ұрып жатады ата-анасын деген секілді. Яғни осындай жағдайларда ұнамайтындығын
жеткізуіңіз, ұнамайтындығын айтып өзіңізді қорғай алуыңыз бұл өте маңызды нәрсе болып есептеледі. Бұл жерде міндетті түрде мен сізге бет жыртысыңыз, міндетті түрде сізде агрессия танытыңыз, сізде жаңағы онымен ұрысып кетіңіз, төбелесіп кетіңіз деп отырған жоқпын. Яғни мәдениетті түрде ол әрекеттің сізге ұнамайтындығын жеткізу бұл негізі әрбір адамның правасы деп ойлаймын, әрбір адамда болу керек нәрсе деп ойлаймын, құрметті ата-аналар. Сондықтан бұл интеллектуалдық аура немесе ментальдық аура деген нәрсе осы тұрғыдан өте маңызды болып есептеледі. Енді бұл мәселені қалыптастыру үшін не істейміз? Яғни баладағы ментальдық аураның қалыптасуы үшін баланы тыңдау өте маңызды. Яғни баланың ойын, баланың айтқан нәрселерін тыңдау. Яғни осы тыңдау арқылы, оның ойына құрметпен қарау арқылы, оның айтқан пікірлеріне немқұрайдылық танытпау арқылы біз ол баланың жаңағы ментальды аурасын қалыптастырған боламыз. Яғни бағана айттым ғой, өзін сыйламау деп. Біз керісінше оны құрметтеп тыңдап, оның әрбір айтқан нәрсесіне көңіл бөлетін болсақ, біз керісінше ол балаға өзін өзі сыйлауды үйретеміз. Ал өзін өзі сыйлайтын адам ол жаңағыдай өзіне ұнамайтын әрекеттер танытқан кезде ол өзін өзі қорғайды, құрметті ата-аналар. Сондықтан да тыңдау өте маңызды. Және сөзін бөлмеу өте маңызды, құрметті ата-аналар. Яғни бала сізбен сөйлесіп жатқан кезде, немесе бала жұбайыңызбен сөйлесіп жатқан кезде олардың сөзін бөлмеу. Немесе тез бош балам, тез айтшы, асығып тұрмын, шаршап тұрмын, тез айтшы, жатам болды. Немесе мен қазір сен ана мыңғырық әңгімеңді немесе мыжыған әңгімелерін тыңдауға менің қазір уақытым жоқ, мен тез кету керекпін деген секілді баланың айтқан әңгімелерін асықтыратын болсақ, бөліп тастайтын болсақ, қойшы бұндай нәрсе тыңдауға менің уақытым жоқ деген секілді тыйып тастайтын болсақ, бұның бәрі сол баладағы аураны бұзатын нәрсе, ментальды аураны бұзатын нәрсе, ментальды аураның қалыптасуына кедергі келтіретін нәрсе. Сондықтан принцип өте қарапайым, яғни баланы тыңдау, бөлмеу және оның әрбір сөзіне мән беру, құрметті ата-аналар. Яғни баламен сырласу барысында, сөйлесу барысында оған мән беру, яғни оның сөздерін бөлмеу. Яғни мен үшін қазір ең маңызды жұмыс сенімен сөйлесу, мен үшін қазір ең маңызды жұмыс сені тыңдау деген секілді осы нәрсені балаға сездіре алу, осы нәрсені балаға көрсете алу. Сол кезде балада өзіне деген сенім пайда болады, өзін құрметті, қадірлі, сыйлауға лайықты адам ретінде қабылдайды. Ең бастысы жаңағы аурасы қалыптасатын болады. Және бұл аураның қалыптасуы үшін мұны кәдімгідей күнделікті өмірде практикада балаға сездіру керек, көрсету керек. Яғни мысалы сіз баламен сөйлесіп жатырсыз, мысалы балаңыз мектептен келді, баламен сөйлесіп жатырсыз, мектеп қалай болды, сабақтар қалай болды, не істедің, қандай қызық нәрсе болды, өзіңіздің қызықтарыңызды айтып жатырсыз деген секілді. Осылай сөйлесіп отырған кезде жұбайыңыз бөлмеге кіріп тарс еткізіп сөзді бөле салса, мысалы өзі араға топ етіп түсе салса, өзінің әңгімесін айтып кететін болса, осындай жағдайда сіз не істеу керексіз? Жұбайыңызды тоқтата алу керексіз. Жұбайым немесе жаным қалай айтатын болсаңыз, ренжіме, мен қазір балам, ұлым мен қызыммен мектеп жайында әңгімелесіп отыр едім. Қазір 1-2 минутта біздің әңгімеміз аяқталады, одан кейін мен сені тыңдасам, біздің әңгімемізді аяқтап алсақ деген секілді. Яғни сіз сол сәтте қызыңызбен сөйлесіп отырғаныңызды және ол әңгіменің сіз үшін маңызды екенін, кім келсе де оны күттіруге дайын екеніңізді көрсету арқылы не істейсіз? Сіз оның аурасын қалыптастырасыз. Бұл кейде керісінше де болуы мүмкін. Мысалы сіз жұбайыңызбен сөйлесіп отырсыз, бір әңгімені талқылап отырсыздар. Сол кезде балаңыз келді, топ етіп ортаға түсе салды, өзінің әңгімесін айтып кетті мысалы. Сондай кезде не істеу керек? Ұлым, қызым, қазір күте тұр, мен сенің анаңмен, сенің әкеңмен сөйлесіп жатырмын. Қазір сәлден кейін біздің әңгімеміз аяқталады, одан кейін мен сені тыңдаймын деген секілді мысалы оны күттіре алу. Керек кезде мысалы баламен сөйлесіп жатқан кезде сырттан келген адамды күттіре алу, ал сіз басқа біреумен сөйлесіп жатқан кезде балаңыз ортаға килігетін болса, ондай кезде баланы күттіре алу, балам күте тұр. Бірақ бұл күттіру процесі 6 жастан кейін іске асу керек. 6 жасқа дейінгі балаларға да бұны сіз айта аласыз, бірақ та бір 30 секундқа болса да балаңызға көңіл бөліп, балаңызға қарап, балам, қазір көріп тұрсың, мен анаңмен сөйлесіп тұрмын, сен кішкене күте тұр, мен саған қарайтын боламын деген секілді бір сәт солай істеу керек. Ал 6 жастан өскен балаларға тіпті бір арнайы пауза жасап, үзіліс жасап, оның бетіне қарап, оған кішкене уақыт бөлу шарт емес. Оған тікелей ғана жұбайыңызбен сөйлесіп отырған тоныңызды, позицияңызды өзгертпей-ақ оған айтуыңызға болады негізінен. Яғни осы секілді күнделікті өмірде практикада қолданатын әдіс тәсілдер арқылы біз бұл аураның қалыптасуына өзіміздің септігімізді тигізе аламыз. Немесе телефонмен сөйлесіп жатқан кезде де болуы мүмкін. Мысалы сіз біреумен телефонмен сөйлесіп жатырсыз, сол кезде мысалы балаңызға бетегіңізге жабысып, мама, папа деген секілді, немесе анашым, әкешім деген секілді сізді тартқылаған кезде мысалы мынаны істеуіңізге болады. Ар шеттегі кісіден қазір бір мен кешірім сұраймын,
бір 30 секунд балама бір нәрсе айта салсам деген секілді, мысалы ол жердегі телефонды күттіріп, балаңызға қарап, балам мен қазір құрбыммен немесе досыммен сөйлесіп жатыр едім, 2-3 минуттан кейін біздің әңгімеміз аяқталады. Міне сағат мына жерге жеткен кезде немесе сағат мынандай болған кезде біздің әңгімеміз аяқталады, одан кейін мен сені тыңдасам, сен кішкене күте тұршы деген секілді, мысалы бір балаға көңіл бөліп бұны айтуыңыздың өзі баладағы жаңағы аураның қалыптасуына өзінің септігін тигізеді. Міне осы секілді қарапайым күнделікті өмірде, тұрмыстық өмірде кездесетін жағдайларды дұрыс жоспарлап, дұрыс қолға алып, дұрыс іске асыру арқылы біз баламыздағы ментальдік аураның дұрыс қалыптасуына көмектескен боламыз, құрметті ата-аналар. Ал керісінше сөзін бөліп мән бермей немесе пікір айтқан кездерде қойшы осындай нәрсе бола ма екен, қай-қайдағыны айтпашы, сен өз басың істей ма істемей ме, бір миғұла екенсің, жүрген топассың ба, мақаусың ба деген секілді әртүрлі оның айтқан нәрселеріне осындай сын айтатын болсақ, оны басып тастайтын болсақ, өшіріп тастайтын болсақ, ондай кезде керісінше біз жаңағы аураны құртқан боламыз, құрметті ата-аналар. Енді аура құрайтын болса не болады? Ментальды аура бұзылатын болса, онда балада бірінші кезекте өзін-өзі қорғай алу қабілеті, яғни өзінікінің дұрыс екенін біліп тұрса да оны дауыстап айта алмау проблемасы, өзінің пікірін айта алмау, сабаққа барған кезде мұғалімнің алдында еркін сөйлей алмау деген секілді проблемалар кездессе, одан бөлек оның сөйлеуінде де әртүрлі ауытқулар байқалады. Мысалы, ондай балаларда көбінесе тез-тез сөйлеу деген нәрсені байқаймыз. Өйткені ата-анасы тез-тез созбай, асығып тұр, мен уақытым жоқ деген секілді оған қысым жасағандықтан ол өзінің ойын тез-тез айтып алу үшін осылай тез айтуға тырысады да, бұл жиі-жиі қолдана берген кезде дағдыға айналып кетеді. Осылайша ол тез сөйлейтін балаға айналып кетуі мүмкін. Және осылай тез сөйлеймін, тез айтып үлгеруім керек деп жатқан кезде жарты сөзін жұтып қою деген нәрселер, немесе жаңағы қысымды уайымдап тұрғандықтан, жасалатын қысымды уайымдап тұрғандықтан белгілі бір деңгейде кекештену деген секілді проблемалар байқалуы мүмкін. Сондықтан да құрметті ата-аналар, яғни балалардың сөздерін бөлмей тыңдау, олардың сөздеріне мән беру, олармен әңгімелесудің сіз үшін өте маңызды екенін балаға сезіндіру, бұл өте маңызды болып есептеледі. Міне екінші аурамыз осы ментальдық аура еді. Енді үшінші аура ол сезімтал аура, яғни сезімдерге байланысты аура. Яғни былайша айтқан кезде біз баланың физикасына рұқсатсыз кіре алмаймыз, оны ой пікіріне жаңағыдай рұқсатсыз өзіміздің пікірімізді, өзіміздің ойымызды тықпалай алмаймыз. Жаңа болмайды бұндай нәрсе, кім айтса бұлай болады деп, қай-қайдағыны айтпашы деген секілді. Бұның бәрі оның ойының аурасына кіру болып есептеледі, оның пікірінің аурасына кіру болып есептеледі. Яғни сенің пікірің дұрыс емес, менің пікірім дұрыс деген нәрсені айту арқылы біз оның аурасының шекарасына кіріп, оның аурасының шекарасын бұзған боламыз, құрметті ата-аналар. Ал үшіншісі ол сезімтал тұрғыдан. Яғни баланың сезімдеріне де біз рұқсатсыз қысым жасай алмаймыз, оның сезімдеріне де біз рұқсатсыз араласа алмаймыз. Жалпы сезімтал аура деген сөз ол баланың сезіміне мән беру, сезіміне құрметпен қарау деген сөз. Яғни біз оның әрбір сезіміне құрметпен қарап, мән беріп, оған көңіл бөлетін болсақ, бұл балада да сезімтал аура қалыптасқан болады. Ал бізде көп жағдайда керісінше орын алып жатады. Бізде көбінесе баланың сезімдеріне қысым жасау, сезімдерін басқаруға тырысу деген нәрсе өте жиі кездеседі. Бұл басқару кейбір кезде физикалық күш көрсету арқылы болуы мүмкін, яғни балаға ұрсу, айғайлау, тіпті кейбір жағдайларда кейбір ата-аналар тарапынан ұру форматында да іске асуы мүмкін. Кейбір кезде психологиялық қысымдар арқылы болуы мүмкін. Ренжіп қалу арқылы, немесе әртүрлі бопсалаулар арқылы, ярайды онда олай істемесең, онда мен былай істемеймін деген секілді шантаждар арқылы, былайша айтқан кезде есептесу, салғыласулар арқылы біз не істейміз, олардың сезімдеріне қысым жасаймыз, олардың өздерінің табиғи жаратылысындағы сезімдерін емін-еркін сыртқа шығарып, оны көрсетуіне көп жағдайда мүмкіндік бермейміз. Осылайша біз олардың сезімтал аурасын бұзған боламыз, сезімтал аурасының әлсіреуіне алып келеді, құрметті ата-аналар. Енді егер де біз баланың сезімтал аурасының бұзып, жаңағы оның сезімдерін басқаруға тырысатын болсақ, сезімдеріне қысым жасайтын болсақ, онда не болады? Бала өзінің сезімдерін ұмытады, өзінің сезімдеріне мән бермейді. Сіздің қалаған сезімдеріңізге, немесе өзінің сезімдеріне сіз қалаған форматта көңіл бөлуге бастайды. Бұл деген үлкен бір проблема негізінен. Өйткені бала өзі болмайды, өзі табиғи тұрғыда өзі болмайды да, ол не болады? Сіз қалаған бала болады.
сіз қалаған форматқа ауысады. Өйткені неге ата-анасын талап етіп жатқан нәрсесі сол ғой, ол үш соған көшеді. Бұл белгілі бір деңгейде неге айналады? Екіжүзділік айналады. Яғни бала өзі басқа нәрсені қалап тұрса да, бірақ сіз басқа нәрсені қалағандықтан ол не істейді? Өзінің сезімін басып, сіз қалаған нәрсені істеуге тырысады. Бұл деген екіжүзділіктің бір анықтамасы десек болады. Яғни біздің өзіміздің ішімізден қалаған нәрсеге кері әрекет жасау. Яғни сіз мысалы, допустим, Аллаға шынайы тұрғыда иман еткен жоқсыз, ішіңізден басқа нәрселер шығып тұр, бірақ та қоғам сондай болған үшін, немесе иман ету пайдалырақ болған үшін, жаңағы материалдық тұрғыдан пайдалы болған үшін жаңағы иман еттім деп айта салу, мысалы, бұл бір екіжүзділік. Яғни сіздің сыртқы келбетіңіз бен ішкі сезімдеріңіз бір-бірімен үйлеспеген кезде. Дәл сол секілді сіз де балаға жаңағы қысым жасап, өзіңіздің қалауыңызға қарай баланы бұрмалауға тырысатын болсаңыз, онда не болады? Бұл да автомат түрде осы екіжүзділік категориясына кіреді. Яғни бала оны өзі қалап тұрмаса да, не істейді? Сіз қалағаның үшін оны дұрыс деп айтады. Мысалы, ол қатты тәтті жегісі келіп тұрса, бірақ та сіз оны тәтті жеуіне рұқсат бермей, оған қысым жасағаны үшін ол не деуі мүмкін? Тәтті деген жаман нәрсе, тәтті жемеу керек деген секілді ол соны айтады, сөзбен соны айтады, бірақ мына жақтан қалауы не болып тұр? Тәтті жеуге деген бір қалау ұрып тұр негізінен. Бұл не? Уже өзінің сезімдеріне қайшы сөздер айту деген сөз. Яғни осылайша біз баланың сезімдеріне қысым жасап, сезімдерін басқаруға тырысу арқылы не істейміз? Олардың сезімтал тұрғыдан ауытқуына жол ашамыз. Яғни балада екіжүзділік, жағымпаздық деген секілді әртүрлі жағымсыз сипаттар пайда болатын болады. Сондықтан балалардың сезімдеріне қысым жасамау өте маңызды болып есептеледі. Енді бізде көп жағдайда керісінше баланың сезімдеріне қысым жасау өте жиі кездесетін жағдайлар. Яғни бала жыласа жылама дейміз, қуанса қуанба дейміз. Мысалы, әр жылай беретін балаға не үшін жылайсың? Осыған да жылай ма екен? Жігітсің ғой, осындай кішкентай нәрсеге жылап не болды деген секілді біз не істейміз? Оның сезімін менсінбейміз. Оның жаңағы көрсеткен сезіміне түсіністікпен қарамаймыз, оған қысым жасаймыз мысалы. Яғни осы секілді мысалдарды өте көп көбейте берсек болады. Қуанған кезде де, ашуланған кезде де мысалы, не болды сонша ашуланып, осыған да ашулана ма екен? Кішкентай нәрсе ғой деген секілді біз оның сезімтал аурасына кіреміз. Яғни ол сол сәтте ашулану деген сезімі оянып тұр, бірақ біз не істейміз? Оның аурасына рұқсатсыз аттап кіру арқылы оның сезімдеріне қысым жасап, оны басқаруға тырысамыз. Жалпылама алған кезде сезімін басқаруға тырысу арқылы біз оның сезімтал аурасын бұзған боламыз. Енді сезімтал аурасы бұзылатын болса, ол балада өсе келе жалпы сол кезеңдерде қандай проблемалар байқалады? Өзінің сезімдерін басқара алмайтын болады. Өйткені ол өзінің сезімдерімен еш таныс емес қой, былайша айтқанда. Сіз оның сезімдеріне қысым жасап, өзіңіздің басқа қалаған сезімдеріңізді оған тықпалағаныңыз үшін, немесе осылай болу керек деу арқылы, мысалы, жыламау керек, бұл да бір сезімсіздік қой негізінен қарап отырсаңыз. Жыламау керек, ашуланбау керек деген секілді өзіңіз бір шаблонның ішіне оны тықпалауға тырысқан кезде не болады? Ол өзінің сезімдерімен былай етене болмағандықтан өзінің сезімдерімен таныс болмайды, осылайша ол өзінің сезімдерін басқара алмайды. Немесе мынау қазір панический атака деген секілді, паникалық шабуылдар деген секілді жағдайлар мысалы, бұл да сол сезімтал аурасы бұзылып, сезімдеріне қысым жасалған адамдарда өте жиі кездеседі. Және алдыңғы сабақтарда біз сіздермен бірге талқылаған сезіну қабілетін жоғалту деген нәрседе осы сезімтал аурасы бұзылған кісілерде кездеседі. Жалпылама алған кезде қараңыздар, сезімтал тұрғыдан өзін өзі қорғай алмаған, немесе сезімтал тұрғыдан әлсіз болған адамдар, олар физикалық тұрғыдан мықты бола алмайды. Мысалы, кейбір кезде өздеріңіз де байқаған шығарсыздар, мысалы, сыныптарыңызда да мүмкін кездескен шығар. Сыныпта болады, мысалы, кішкентай бала болады, мысалы, физикалық тұрғыдан кішкентай, бірақ физикалық тұрғыдан ірі біреуге барып әңгіме айтып тұрады, мысалы, соны басқарып жүреді, соған барып буллинг жасап жатады, жәбірлеу деген нәрселерді көрсетіп жатады. Былай қарап отырсаңыз, физикалық тұрғыдан мынау өте ірі, денесі де бар, бойы да ұзын, ал мынау физикалық тұрғыдан кішкентай, мысалы, біреу да, бірақ та анаған барып өзінікін не істеп жатады, диктовать етіп жатады, өзінің қалауын істетіп жатады, шапқылатып жүгіртіп жүреді деген секілді. Былай қарап отырсаңыз, сезімтал тұрғыдан мықты болмағандар, олар физикалық тұрғыдан мықты бола алмайды, физикалық тұрғыдан өзін қорғай алмайды. Яғни физикалық тұрғыдан денесі болуы мүмкін, жаңағы күшті болуы мүмкін, бойы ұзын болуы мүмкін, денелі болуы мүмкін, бірақ та сезімдерінде проблема болатын болса, сезімдерінде жаңағы қысымға ұшыраған болатын болса, онда ол өзіндегі бар физикалық потенциалды қолдана алмайды. Осылайша өзін өзі қорғай алмайды. Яғни балаңыздың физикалық тұрғыдан мықты болуы оның қорғалғандығын көрсетпейді қысқасы. Яғни әртүрлі буллингтан, жәбірлеуден, кибербуллингтан, немесе жаңағы жыныстық әртүрлі зорлық-зомбылықтан
қорғалғандығын көрсетпейді, құрметті ата-аналар. Яғни бала өзін өзі қорғай алу үшін физикалық мықты болуымен қатар оның сезімтал тұрғыдан да өте мықты болуы өте маңызды. Яғни сезімтал тұрғыдан әлсіз болған, сезімтал тұрғыдан қысым жасалған балалардың физикалық тұрғыдан өзін өзі қорғау өте қиын. Яғни біздің бұл тақырыптарды осы курстың аясында қозғауымыздың себебі де осы. Яғни бала өзін өзі қорғай алу үшін ол бірінші кезекте осы сезімтал тұрғыдан да өзін өзі қорғай алу керек. Ал оны қорғай алу үшін бағанағы ауралар бұзылмау керек. Сезімтал аурасы, менталды аурасы, физикалық аурасы деген секілді ауралар бұзылмау керек. Егер бұл ауралар бұзылатын болса, біз бұл аураға, бұл шекараға баланың келісімінсіз, баланың рұқсатынсыз кіріп, таптап кіріп, өзіміздің қалауымызды орнатуға тырысатын болсақ, баланың сезімін, баланың ойын, баланың денесін біз басқаруға тырысатын болсақ, ондай жағдайда балаларда өзін өзі басқару, өзін өзі қорғау дағдысы қалыптаспайтын болады, өзін өзі қорғау рефлексі бұзылған болады, құрметті ата-аналар. Сондықтан да бұл аура мәселесі өте маңызды. Енді аура деген нәрсені мүмкін сіздерге бір құлаққа үйреншікті болмауы мүмкін, бұны бір батыстан келген, бұл қайдан шыққан нәрсе деп те ойлауларыңыз мүмкін. Мен бұны қарапайым ғана бір нәрсемен айтайын. Аура дегенді қысқаша ғана бір сөзбен айтатын болсақ, балаға жеке тұлға ретінде құрмет көрсету деп қарасаңыз болады. Яғни қазақша енді өзіміздікі деп оны қабылдауларың үшін айтайын, жеке тұлға ретінде құрмет көрсету, оның жеке шекарасын бұзбау болып есептеледі. Яғни оның денесіне рұқсатсыз тимеу, ойымен санасу, ойына шабуыл жасамау, пікірлеріне шабуыл жасамау, немесе жаңағы сезімдеріне қысым жасамау ретінде қарастырсақ болады. Сондықтан құрметті ата-аналар, бұл тақырыптар өте маңызды. Әрбір тақырыпты тыңдағаннан кейін оны ойланып, қорытып, өз отбасыларыңызда бұған байланысты талдау жасап, және де алдағы уақытта өзгертетін нәрселерді анықтап, жалпы іс-әрекетте бұны қолданасыздар деп ойлаймын. Бәріңізге бүгінгі сабаққа қатысып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, біздің талқы чатына сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Мен кезекпен уақытым болған кезде ол сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Бәріңізге қайырлы күн тілеймін.